Сіздер әрине білесіздер, көшпелілер жай ғана малшы емес, ғаламат жауынгер және алапат аңшы болған. Олар жастайынан аң аулау арқылы қарсыласқа қасқайып тұруға қажетті барлық қасиетті меңгерген. Отбасыңызға береке тілейміз, сіздер этноспорт бағдарламасын көріп отырсыздар. Салбуырын, атқа жүріп ит жүгіртетін аңшылық өнерді көшпелілер осылай атаған. Бұл ашық аспан астында еркін тыныстаған ата-бабамыздан қалған ұлттық мұра. Адам бойындағы күштілік пен ептілікті дамытатын болғандықтан, атауының өзі ойын сайыс деген мағынаны білдіреді. Сондықтан шығар, қаншама ғасыр өтсе де, салбуырын сақталып қана қоймай, бүгінде ұлттық спорттың кең тараған бір түріне айналды. Еуропада атпен жүріп аңшылық құру парфорсты аңшылық деп аталған. 11 ғасырда оны арыстан жүрек Ричард крес жорықтары кезінде шығыстан апарған. Парфорста аңшылық тез арада патшалар мен ақсүйектердің әдемі әуестігіне айналды. Бірақ олар атпен аң аулауды бұдан мыңдаған жыл бұрын көшпелілер ойлап тапқанын білмеген еді. Бүгін біздің арман достарына барады. Достары аттың құлағында ойнайды, әйгілі тазы тұқымына жататын аңшы иттерді асырайды. Олар арманға салбуырынның қыр-сырын үйретеді. Жүргізушіміз нағыз көшпелілер ұрпағы ретінде атқа мініп, ең жүйрік тазыларды ертіп аңға шығады. Дорога была дальняя. На этом поле я должен встретиться со своими друзьями, которые обещали показать мне основы конной охоты. К слову, древние кочевники использовали не только индивидуальную, но и коллективную охоту. И для этого у них были специально натренированные лошади. О, менің достарым да келген секілді. Қараңыздаршы, жүрістері қандай әдемі. 3 салт атты және 5 тазы. Нұрғали, қош келдіңіздер. Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Тазы ерткен салт аттылар алыстан әдемі көрінеді екен. Сонымен жігіттер, бүгін менің өмірімде елеулі оқиға болғалы тұр. Мен сендермен бірге атқа мініп аңға шығамын. Маған көрсетуге келіскендеріңіз үшін көп рахмет. Да не за что, конечно. Ой, оқасы жоқ, біз де кездескенімізге қуаныштымыз. Қазақтардың қалай атқа мінгенін, ит жүгіртіп аң аулағанын көрсетейік. Неден бастаймыз? Алдымен атқа мінуден бастайық. Ну, если надо, я и на лошадь сяду, и на верблюде поеду. Мына жылқы маған арналған ба? Бұл көкпардың аты. Астынан өтсең де мыңқ етпейді. Өте жуас. Әй, жарайсың. Ай, молодец. Расында жуас па? Қорықпа, жуасат. Ой-ой-ой. Если это спокойный конь, то я, наверное, отличный джигит. Так, хорошо. Сонымен аңға шығамыз ба? Ақжол, жүр, аң аулайық. Нағыз қазақтың аңшылығын көрсетейік саған. Мылтықсыз итпен ғана. Айтпақшы, маған мұнда бір ой келді. Адамзат баласы бір жануарды ұстау үшін басқа бір жануарды пайдаланды. Неге? Демек, бұл аңшылықтың табиғи таза түрі болғаны ма? Әлде керісінше ме? Енді қараңыз, неге біз аңшылыққа иттерді, жүйрік тазыларды ертіп шығамыз? Біз қашқан аңға да мүмкіндік береміз. Мысалы, қоян немесе түлкі делік. Аңшылық кезінде кейде 10 қоян немесе 10 түлкі алдыңнан шығады. Біз оларды түгел қырып тастамаймыз. Қазақта бұйырғанын аласың деген ырым бар. Егер тазы қуып жетсе олжа. Біз ережеге бағынып, заң бойынша аң аулаймыз. Жортуылға жазда емес, күзде шығамыз. Неге күзде? Өйткені жазда, мысалы, түлкілер күшіктейді. Яғни бұл мезгілде біз мүлдем аң ауламаймыз.
щенятся. В это время вообще мы не охотимся. Я слышал, что... Естуімше, қазақта асыл тұқымды тазы қыздың қалың малының орнына жүрген деседі. Сол рас па? Выкупали невесту. Так ли это? Когда-то Ертеректе хандар мен билер тазыны мүлдем сатпаған. Оны жоғары бағалағаны соншалық бір тазыны бір үйір жылқыға айырбастаған. их до того так ценили. Тазы иттің көне тұқымы және көшпелілердің мақтанышы. Олар оны мыңдаған жыл бойы пір тұтқан. Көшпелілер үшін жүйрік ат секілді тазының да бәсі басым еді. Әрбір тазының иесі оның шыққан тегі мен шежіресін 16 буынға дейін жіліктеп таратқан деседі. Тазыны баға жетпес байлыққа балаған, әлпештеп ұстаған, көздің қарашығындай сақтаған. Тіпті киіз үйіне кіргізіп, дастарханынан дәм берген. Тазының қандай түрлері бар? Бір-бірінен айырмасы қандай? Қазақтар тазының екі түрін асырайды. Олар шашақ құлақ пен жарғақ құлақ. Айырмашылығы сол, жарғақ құлақты тазының құлағы тап-тақыр болады. У шашақ құлақ Ал шашақ құлақтысында жүн өседі. у меня в основном я держу Мен көбінесе шашақ құлақ ұстаймын. жарғақ құлақ, их Себебі жарғақ құлақтар өте сирек кездеседі. Шашақ құлақтар болса көп. в Казахстане Қазақстанда мөлшері 1000-ға жуық тазы бар. тысячи таза. Из них в основном 700-800 я считаю, что это жаргах, а 200 шашах. А с какой скоростью? Тазы қандай жылдамдықпен жүгіре алады? Тазы шамамен сағатына 60-70 шақырым шапшаңдықпен жүгіреді. Аңшылық кезінде өзім есептеп көрдім. Әлеуметтік желіде тазының жылдамдығы қандай деген сұрақ маған жиі қойылады. Сол өзіме де қызық болды. Сөйтіп жүріп тексердім. Итті жүгіртіп жібердім де көлікте отырдым. Спидометр тілі 60-65-ті көрсетті. Бірақ біреулер тазының сағатына 70-80 шақырымды да еңсере алатынын айтады. Тазылар қалай тамақтанады? Олардың жеңсік асы немесе арнайы тағамдары бар ма? Дома даю для своих таза мясо, варю. Өз басым күріш пен қарақұмық асып етке қосып беремін. Өйткені қарақұмық пен күріште дәрумен көп дейді. Етте де қоректік заттар жетіп артылады. Мен иттерімді осылай тамақтандырамын. Калорийно получается, я так их кормлю. Жалпы тазыны баптау қиын ба? Қандай да бір ерекшеліктері бар ма? Ерекшелігі сол, тазы өте сезімталы ит. Сондықтан күтіп бағуды қажет етеді. Мәселен, қыстың суығында оларды жылы жерде, жазда көлеңкеде ұстау керек. Жалпы жаз кезінде тазымен аңға шығуға болмайды. Мылтық асынбай тазыны ертіп атпен серуендеу денсаулыққа пайдалы. Аспан астында ат үстінде таза ауаны сіміре жұту дегеніміз керемет қой. Жанның тыныштығы деген осы меніңше. Нұрғали, сіз үшін ит асырау, тазымен әуестену неден басталды? Менің ойымша, әрбір қазақтың жылқы бағып ит асырауға, оның ішінде тазы ұстауға мүмкіндігі бар. Неге тазы? Өйткені ол жан-жақты жануар. Біріншіден, өзге иттерге қарағанда жылдам. Екіншіден, оның иіс сезу қабілеті қатты дамыған. Аңның ізіне оңай түсіп алады. Үшіншіден, тазы кез келген аңға түлкіден бастап қасқырға қаймықпай қарсы тұра алады. Волка она идет, духовистая, дух есть. Бывает собаки только, они спринтер, они не ищут, только им, чтобы мы должны им дичь вытащить, да, зайца поднять, они тогда работают. Жүрегінің түгі бар. Біз иттердің артынан жүріп отырамыз. Тазы болса қоян түлкілерді өзі тауып, өзі аулайды. Және біздің тазылар өте сұлу. Тазылар қаншалықты қабаған? Мысалы, ол бір аңды ұстап алса, иесі келгенше қызғанып жеп қоятын кездері бола ма? Тазылар мүлдем қабаған емес. Олар ешқашан адамға үрмейді, қаппайды. Басқа иттерден артықшылығы да сол. А насчет охоты, да, насчет дичи, если как ты свою собаку обучишь, так она будет делать. Бывают моменты, кто неправильно их воспитал, она может и, допустим, зайца сожрать, лисицу там на месте порвать. Это зависит, как ты обучаешь.
Нұрғалимен сөйлесіп отырып, маған бір ой келді. Мына жылқының тұрпатына назар аударыңыздаршы. Ал енді басқа жануарларды елестетіп көріңіздер. Адамдар жылқыдан басқа хайуанға міне алар ма еді? Жүрсе көлік, жанға серік, аңға да бірге шығады. Жоқ, әрине. Осыдан шығатын түйін, жылқы баласы адамзат ерттеп міну үшін арнайы жаратылған. Атты қолға үйрету 6000 жыл бұрын солтүстік Қазақстан аумағында басталған. Бұл даусыз факт. Енді иттерге қарайық. Өзге қай жануар адамға осылай көмектесе алады? Мүсіні қандай? Жүзіктің көзінен өтердей жұтынып тұр. Сирақтары сидаң, бұлшық еттері білеу-білеу. Иә, бұл жүйрік ит. Жүйрік иттің жұмысы жүгіру. Иттердің ішіндегі гепард секілді. Мен дұрыс айттым ба? Дұрыс айтасың. Менің кәлләмә жаңа ғана келіп кеткен ойлары осындай. Нұрғали, қашан аңға шығамыз деп тағатым таусылып отыр. Ұрыста тұрыс жоқ, бастайық. Қатты қобалжып тұрмын. Жылқы бұл мотоцикл емес. Бір аттың күшін игеру мотоциклдің моторындағы 1000 аттың күшін игеруден әлде қайда қиын. Бір нәрсе қуантады. Біздің жанымызда 5 ит бар. Демек бәрі жақсы болады. Ерте дәуірдегі және орта ғасырлардағы көшпелілер жалғыз жарым жүріп те, топтанып жүріп те аң аулаған. Аңшылық үшін жылқыларды арнайы дайындаған, аңды жан-жақтан қамалап ұстаудың өзіндік әдістерін ойлап тапқан. Үйір-үйір болып жортатын жануарларды аулау үшін осындай тәсілге жүгінген. Өскелең ұрпақ үшін мұндай аңшылық нағыз батырлықтың мектебі болды. Жастар онда ерекше батылдығы мен шеберлігімен көзге түседі. Ойлаңызшы. 12-14 жасында боз балалар кәсіби аңшыға айналады. Біздің жүргізушіміз Арман бала кезде атпен жүріп аң аулап көрмеген. Иә, жер ортасы жасқа келгенде салбы орын секілді этникалық спорт түрін меңгеру қиынға соқса да, бүгін бірінші рет бағын сынайды. Аңға шыққанда тор секілденіп жүру керек. Арамыз 10 метрден болсын, жарай ма? Өте маңызды ескерту. Мына жерде мұқият бол. Вообще, охота, вот, допустим, Негізі тазылар 6 айлығынан бастап аң аулауға шығады. 6-7 месяцев. Их обучаем. Олар тәжірибелі тазыларға қарап тез үйренеді. Аңшылықты дәл осы жасында бастаған тазылар өте епті, жылдам, әдемі әрі батыл келеді. Тіпті көкжал бөрімен таласса да, бұл иттер өзін жаралауға жол бермейді. Қасқырды бірінші барып, алқымынан алады. Біз аң құс жүретін жақын төңіректі сыпырып сүзіп келеміз. Нұрғали бұл маңда түлкілер жүреді дейді. И вот наша задача поднять зверя с земли, а собаки уже свое дело сделают. Я надеюсь, охота будет удачной. Бізге сәттілік тілеп қойыңыздар, және ұмытпаңыздар, сіздер этноспорт бағдарламасын көріп отырсыздар. Алғашқы жарты сағатта Арман мен оның достарына олжаның орайы келмеді. Бірақ олар мойыған жоқ, бұл жағдайдың да өзіндік жақсы жақтары көп. Менің байқағаным, охота на конях. Атқа мініп, тазы жүгірту біріншіден әдемі жерлерді аралап, серуендеуге жақсы екен. Өте қызық. Сосын әлгі қалай аталушы еді? Иппотерапия ма? Иә, атпен серуен құру иппотерапия деп аталады. Денсаулыққа өте пайдалы. Для здоровья, кардио, вот это все.
и поохотишься. Бір жағынан аң аулайсың, жағымды жақтары көп деп есептеймін. Менің түсінгенім, аңшылықта көп нәрсе сәттілікке байланысты сияқты. Кімнің жолы болса, соның қолы жүреді. Ал олжасыз оралсаң, онда жай серуендеп қайтқандай боласың. Ешкім ештеңе жоғалтпайды. Біз аңшылықты жалғастырамыз ба? Әлде бүгін қанжығамыз майланбайтын сияқты ма? Өткенде ғана мен арғы беттен борсық көрдім. Барып соның інін тексеріп қайтайық. Айда, шап. Иә, борсықтың аңнан қай жері кем? Қай қарасаң. Аң аулауды тазылар өз бетімен бастайды. Олжаны ұстаған соң, иесін күтіп, жатат немесе апарып береді. Бүгін айымыз оңынан туды. Бізді құттықтап қойыңыздар. Этикалық себептерге байланысты біз олжамызды қазір сіздерге көрсете алмаймыз. Это было круто, да. Казахи говорят, когда удачная охота, қанжыға майланды мы говорим. Бүгін қанжығамыз майланды. Бүгін Арман достарының арқасында үш маңызды нәрсені ұқты. Ата-бабаларымыз үшін бұл әдемі әуестіктің мән мағынасы тереңде жатыр еді. Біріншіден, аңшылық көшпелілердің жауынгерлік қабілетін шыңдайтын жаттығу алаңы іспетті болды. Екіншіден, аң аулаудың әлеуметтік саяси жағы да бар. Олай дейтін себебіміз, аң аулауға басшы да, қосшы да бірдей қатысатын. Осы нәрсе ақсүйек пен қарапайым жұртты біріктіретін. Үшіншіден, номадтар аңшылықты кие тұтқан. Бақсылар адамдарға да, жануарларға да сәттілік тілеп дұға жасаған. Міне, мен аңшылықтың ақсүйектерімен жақын таныстым. Атпен жүріп, ит жүгіртуден әрине жақсы әсер алдым. Бәрінен бұрын мен атқа мінуге төселіп қалдым. Десек те, үйреншікті көлігіме отыратын кез келгендей. Нұрғали, осындай бір әдемі кеш сыйлағаның үшін саған мың алғыс. Сізге де рахмет. Тағы келіңіз, күтеміз. Саған да көп рахмет, мені құлатпай аман есен алып жүргенің үшін. Очень здорово. Сонымен достар, өздеріңіз көрдіңіздер, ат үстіндегі аңшылық ақсүйектердің жан құмарлығы және ата-бабамыздың мұрасы. Күніміз бітуге жақын іңір байып барады. Аңшылық та мәресіне жетті. Мен ата-бабамыздан қалған осындай құндылықпен етене танысқаныма, атқа мініп, ит жүгірткеніме қатты қуаныштымын. Бабадан қалған байырғы дәстүрді сақтап, спорттың осы түрін жалғастырып, жаңғыртып жүрген мына жігіттерге көп рахмет айтамын. И продолжают, возрождают этот вид спорта. Ертеде көшпенділердің сенімді серігі болды. Бірақ адамдар оны тек сол үшін ғана жақсы көріп бағалаған жоқ. Ешкімге тәуелсіз, ешқашан шаршамайтын иттер ең бастысы қашан да иесіне адал еді. Ал аңшылық кезінде ыстық қайратымен өршелене жүгіріп, қайтпас қайсар қалпынан танбайтын. Бұл таңғажайып иттер иесіне де көп нәрсе үйретті. Төзімділік, батылдық, шыдамдылық секілді қасиеттер тазының бойында тұнып жатыр. Мен жақында аңшылардан бір аңыз естідім. Ғайыптан тайып жолың болса, кейде саралағаздың ұясынан құстың жұмыртқасын емес, құмай тазының күшігін тауып алуға болады екен. Мұндай ұяның үстінен түсу, басыңа қонған бақ дейді. Әрине бұл әдемі әпсана ғана. Ал сіздер этноспорт бағдарламасын тамашаладыңыздар. Көріскенше күн жақсы.